Мектептегі соңғы жылдарын тамамдаған түлектер алдағы ұлттық бірыңғай сынаққа барын салып дайындалуда. Маусым айының соңына дейін мектеп түлектері барлық сынақтарды аяқтайды. Қазіргі уақытта шәкірттердің басты уайымдары алдағы тестілеу болғанмен, бітіру кешіне деген әзірлік оқу жылы аяқталмай жатып ақ пысықталып қойғаны бесенеден белгілі. Қожаберген Жырау атындағы нөмір 6 қазақ орта мектебінің түлектері үшін ерекше күн. 11 жыл бойы оқыған мектеп табалдырығын аяқтап, қолдарына аттестат алды. Осында ерекше күнмен түлектерді мектеп директоры құттықтап, алдағы ұзақ жолда сәт сапар тіледі. Бүгінгі кеште барлық жылы сөздер, жақсы сөздер біздің түлектерімізге арналады. Құрметті түлектер, міне бүгінгі күн есте қаларлы, ұмытылмайтын, қуанышты да және кішкене мұңды күндеріңіз, себебі балалық шақпен қоштасасыздар бүгін. Бұл есеудің бірінші сатысы, алғашқы сатысы деп айтуға болады. Себебі бүгінгі күні сендер қолдарыңызға ең маңызды құжаттарыңызды аласыздар. Биыл бұл мектепті 24 түлек тәмамдап отыр. Салтанатты жиын барысында білім ордасының басшысы мектеп түлектеріне мақтау қағаздары мен 11 жыл бойы күткен аттестаттарын табыс етті. Орта білім туралы құжат белгісі. Бейсенова Жолдас қашықтық пән олимпиадаларының қатысушысы. Мектеп түлектері ерекше қобалжу үстінде. Үздік аттестат иегері Сабина Марат болашақта техника мамандығын таңдаған. Білім нәрімен сусындатқан мұғалімдеріне алғысын білдіріп, бүгінгі кешке бірнеше уақыт бойы дайындалғанын жасырмады. Жалпы 11 жыл бойы тәлім-тәрбие берген мектебіме, ұстаздарыма алғыс айтқым келеді. Себебі бізді әрдайым қолымыздан ұстап, жетектеп, білім нәрін сусындырған біздің ұстаздарымызға көптен көп рахмет айтқым келеді. Жалпы осы күнгі біз өте көп дайындалдық. 25 мамырдан бастап дайындалдық десек те болады. Мектеп түлектерімен қоса ата-аналар үшін де бүгін ерекше күн. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған бірінші сынып оқушылары бүгінде 11 сыныпта аяқтап үлкен өмірге аттанып отыр. Балаларын ешкімнен кем қылмай өсірген әрбір ата-ана кешке ерекше дайындалған. Оқушыларға сәт сапар тілеп, ұстаздарға алғысын жаудырды. Алдағы болашақта қызым енді грант иегері болсын деймін. Ең алдымен денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, жолдастарының алдында болып дегендей еліміздің, отанымыздың, біздің отбасымыздың мақтанышы болуына соны тілеймін. Осы міне барлық түлектерге тілейтінім зор денсаулық, үлкен бақыт, жақсылық, қуаныш болсын. Алдарында даңғыл жол болып, барлығына тілейтінім осы грантқа түсуге жазсын, дендеріне саулық беріп, қызық қуаныш көре берейік солардан. Жыл өткен сайын мектеп бітіруші жастардың сән салтанатқа құмары артып келеді. Әсіресе қыздардың мектеп бітіру кешіне ерекше дайындалатыны рас. Бұл кеште олар бірінен бірі өткен сұлу бойжеткенге айналады. Жеке салондарда бұл қызмет түрлерінің құны 3,5 мың теңгеден 10 мың теңгеге дейін барады. Биылғы жылы облыс бойынша 3734 түлек мектеп бітіреді. Алдағы емтиханды жақсы тапсырғандар мен алда ұлттық бірыңғай тестілеу сынағы күтеді. Алима Рахматулла, Қуаныш Алтенов, Первый Северный телеарнасы.